Сәлеметсіздер ме балалар, бізде бүгін 65-ші сабақ сөз және оның мағынасы. Алдымен балалар, біздің каналымызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабақта сөз және оның мағынасымен жұмыс істеуді үйренеміз, мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырамыз. Бірінші жаттығу, мәтінді түсініп оқы. Шаңғы. Шаңғыны қар үстінде жеңіл жүру үшін ойлап тапқан. Алғашында шаңғы қатты ағаштан жасалды. Арнайы шаңғы бәтеңкелері екі аяққа бекітіліп, қар үстінде сырғанады. Кейін сырғанауды жақсарту үшін тағы қос таяқ қосылды. Адамдар ұзын таяқтардың көмегімен бұрынғыдан жылдам жүйткіді. Араға жылдар салып шаңғының көптеген түрі пайда болды. Олар спорттық, биіктен сырғанауға, трамплиннен секіруге арналған және су шаңғылары дейді. Балдырған журналынан алынған мәлімет екен. Енді балалар тапсырмаларды орындаймыз. Түсінбеген сөздеріңнің мағынасын түсіндірме сөздіктен қарап біліп ал дейді. Балалар, қараңыздар, сіздерге жүйтку деген сөз түсініксіз болуы мүмкін. Ол заулау, зымырау, шаң ілестірмеу, яғни қатты жылдамдықпен қозғалу дегенді білдіреді. Трамплин деген сөзде түсініксіз болуы мүмкін. Ол шаңғымен биіктен секіру үшін, не суға секіру үшін жасалған арнаулы тұғыр. Су шаңғылары дегеніміз, балалар, бұл су бетінде сырғанауға арналған шаңғы екен. Келесі тапсырма. Мәтін мазмұны бойынша берілген сұрақтарды жалғастырып көр дейді. Бізде екі сұрақ берілген екен және оны ары қарай жалғастырамыз. Адамдар шаңғыны не үшін ойлап тапты? Алғашында шаңғы қандай болды? Екі аяққа не бекітіледі? Қос таяқ кейіннен не үшін қосылды? Шаңғының қандай түрлері пайда болды деп жаздық. Келесі. Мына сөздер кестедегі қай топқа тиісті екенін тап және оларды дұрыс орналастыр дейді. Міне балалар, бізге кесте берілген. Яғни біз заттың атын білдіретін, зат есімді, сын есімді, сан есім және етістікті бөліп жазу керекпіз. Міне балалар, заттың атын кім не сұрағына жауап беретін бізде шаңғы, қар, таяқ, ағаш. Заттың сынына қатты, ұзын, саны 2, қос және қимыл атауына жасалды, қосылды, сырғанады деген сөздерді жазып қойдық. Енді мәліметті оқимыз. Сөз заттың, сапаның, қимылдың, санның атауы. Мысалы, үй, ақын, тұнық, әдемі, оқы, түсін, 6, 10 дейді. Екінші жаттығу, суретке қара, мына спортшы шаңғының қай түрімен шұғылданып жүр деп ойлайсың дейді. Балалар, шаңғымен фристайл деген спорт түрі бар екен. Яғни менің ойымша бұл спортшы шаңғымен фристайл спорт түрімен шұғылданып жүр деп ойлаймыз. Енді келесі мәліметті оқимыз. Міне фристайл дегеніміз спортшы шаңғымен түрлі акробатикалық іс-әрекеттерді орындайтын спорт ойыны екен. Келесі үшінші жаттығу, сурет бойынша әңгіме құрастыр дейді. Суреттегі балалардың көңіл күйінің өзгергенін неден байқауға болады? Сөз қимылдың көмегімен қуанған балалардың көңіл күйін беруге тырыс дейді. Міне балалар, біздер осындай әңгіме құрастырып шықтық. Айдос, Айдар, Арнұр үшеуі теледидардан сүйікті командасының футбол ойынын тамашалап отыр. Үшеуі де мықты жанкүйер. Осы ойын үшін үшеуі арнайы Арнұрдың үйіне жиналды. Команда қарсыласын 2-0 есебімен жеңіп келе жатыр. Әне, сүйікті футболшысы командасына тағы бір ұпай қосты. Айдар қуанғаннан орнынан ұшып тұрды. Жарайсың, дәл осы қалыптарыңнан таймаңдар. Екінші таймда қарсылас команда алға шығып кетпейтініне сенемін, деді Айдос. Иә, біздің командада ең үздік ойыншылар бар, біз жеңеміз, деді Арнұр қостап. Расында үш достың командасы ойын соңында жеңіске жетті. Балалар үйлеріне ерекше қуанышпен оралды деп жаздық. Келесі төртінші жаттығу, жаңылтпашты жатқа жаз деді. Аяғым таяғыма тиді, таяғым аяғыма тиді. Қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндір, сөз мағынасы қай дыбыстың әсерінен өзгергенін айт дейді. Балалар, бірінші жаңылтпашты жаттап аламыз, содан кейін дәптерімізге жазамыз. Қарамен жазылған сөз аяқ, яғни бұл адамның дене мүшесі. Таяқ бұл тал деген сөзден шыққан, ағаштан жасалған зат. Аяқ сөзіне т дыбысы қосылып, таяқ сөзіне айналып тұр, яғни т дыбысының әсерінен сөздің мағынасы өзгерген. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.